Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Тағы бір апта өткен шаққа айналып, бірқатар саяси әрі әлеуметтік жаңалықтар жария болды. Бүгінгі бағдарламада Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресейге сапары мен тілі сала-құлаш Ресей депутатының қазақ жеріне аяқ баса алмауы, Жәкішевтің 14 жылға сотталған мерзімінің қысқаруы және тағы басқа оқиғалар сөз болмақ. Қазақ ордасы аптаның ең маңызды жаңалықтарына шолу жасайды. Қасым-Жомарт Тоқаев көп полярлы әлемдегі Еуразиялық интеграция атты Еуразиялық экономикалық форумға қатысып, бірқатар маңызды бағыттар туралы пікір білдірді. Сейчас не время и не место перечислять многочисленные факты по-прежнему регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Я не сторонник того, чтобы драматизировать эту ситуацию, но в принципе возникающие проблемы надо решать. Здесь ставки очень велики. Это, как я уже сказал, авторитет самой организации, нашего союза. И мы должны прежде всего показать нашим народам актуальность союза, его эффективность. А для этого нужны выверенные, правильные решения. Қазақстан президенті Еуразиялық экономикалық одақтың негізгі саяси және экономикалық серіктесі Қытай Халық Республикасы екенін атап өтті. Жиында талқыланған негізгі мәселе Еуразиялық экономикалық одақтың қызметі мен даму перспективалары. Тоқаев Қазақстанның одақты дамытуға қатысты ұстанымында бас айтты. Бұл одақ құрамындағы елдердің экономикалық әлеуетін арттыру. Бұған түрлі жобалар, технологиялар, жұмыс орындары мен салықтар кіреді. Қазақстан Украинаның кебін киюі мүмкін деп ұрандатқан Ресей мемлекеттік думасының депутаты Константин Затулин шекарадағы паспорт бақылауынан өткізілмей әуреге түсті. Депутат дау шығарып, Ресейдің бірқатар басылымдары бұл оқиғаны таратуға тырысқаны байқалды әрине. Бірақ Ресей сыртқы істер министрлігінің араласуымен депутат Қазақстанға, атап айтар болсақ, Ресей жалға алған Байқоңырға аяқ басқан. Сондай-ақ бұрын Константин Затулиннің Қазақстан аумағына кіруіне тыйым салынғаны белгілі болды. Затулиннің Қазақстанға Ресей сыртқы істер министрлігінің араласуымен кіргені туралы ақпаратты депутаттың баспасөз қызметінің жетекшісі жариялады. Еске салар болсақ, Ақорда Украинаның шығысындағы сепаратистік аймақтарды танудан бас тартқан кезде сілкіне сөйлеген ол еліміздің Ресеймен арадағы саясатына сенімсіздік танытып, Қазақстанда Украинаның кебін киюі мүмкін деп айтып қалды. Араға жік салып, арандатушылық жасайтын дума депутаты қазақ қоғамы үшін қара тізімге енгені қашан? Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі бұл ақпаратқа қатысты әлі ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Қазақстандық кәсіпкер және Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев Қазақстан соты кескен 14 жыл жаза мерзімі аяқталғанын хабарлады. Жәкішев сүйінші хабарды Facebook парақшасында жария етті. Бас бостандығынан айырылу мерзімі аяқталды. Мен боспын деген ол 2009 жылы 21 мамырда қамауға алынған еді. Жемқорлық жасады деп айыпталған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы осылайша 14 жылға сотталып кете барды. Бірақ айыпты қашанғыдай мойындаған емес. Мұхтар Жәкішев өзінің Темірторға қамалғанына Ресей президенті Владимир Путиннің де қатысы бар екенін айтқан. Украиндық танымал журналист Дмитрий Гордонға берген сұхбатында өзін Нұрсұлтан Назарбаев шақырып Путинмен кездесуге барғанын мәлімдеді. Жапондық компаниямен келісімнің саяси астары бар екенін айтқан Путин айғайға басады. Тіпті бірнеше рет Жәкішевке дауыс көтере сөйлеген. Мухтар Акинович вас вызывает, президент, я прихожу, он говорит, что-то там Путин злой, там возмущается, что-то там не подписал. Там. Я говорю, пойдемте поговорим. Мы вот сели, как раз вот сидели Смирнов, Кириенко, Путин, и с нашей стороны я с Назарбаевым. Вот. И Путин начал говорить, вот у вас там хороший парень, может, там он менеджер, ну, политики не понимает, я вот хотел как раз подписать, это хорошее такое политическое должно было быть соглашение и так далее. Вот. И начинает, как бы так, повышая голос, наезжать. На вас.
Да, на меня он наезжает, как бы смотрит на меня, грозно там что-то говорит. Бұған көнбеген Жәкішев келісімшарттың тең құқықтық қатынасқа сәйкес келмейтінін айтып, жұмыстан шығуға арыз жазады. Сұхбатта сол оқиғадан кейін Путиннің өзіне тіс қайрап қалғанын атап өтті. Ал белгілі кәсіпкер Марғұлан Сейсенбай Жәкішевті Назарбаев режимі әділетсіз түрде және саяси мотивтері бойынша 14 жылға соттағанын жазды. Бұдан бөлек халықаралық құқық қорғау ұйымдары да Елордаға әлденеше рет келіп үндеу тастағаны белгілі. Жазасы толық өтелген Мұхтар Жәкішев Орда порталына сұхбат берді. Сұхбаттың сілтемесі сипаттама бөлімінде міндетті түрде қараңыздар. Отанға опасыздық жасады деп айыпталған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімов өзіне қатысты үкімге қарсы апелляциялық шағым түсірді. 24 сәуірде сот Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Кәрім Мәсімовке қатысты үкім шығарып, мүлкі тәркіленді. Ал өзі 18 жылға сотталды. Сондай-ақ мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан өмір бойына айырылды. Мәсімов дәл осы үкіммен келіспейді. Төрінен көрі жақын Мәсімов мемлекетте қандай қызмет атқарам деп ойлап жүр екен, Қалай ойлайсыздар, көрермен? Комментарийге жазыңыздар. Қалалық сот апелляциялық шағым түскенін, бірақ іс апелляциялық сотқа әлі келіп түспегенін мәлімдеді. Іс аса құпия режимінде қаралып жатыр. Басқа мәліметтер жария етілмейді. Айта кетейік, қаңтар оқиғасы кезінде Кәрім Мәсімов пен оның бұрынғы орынбасары Әнуар Садықұлов Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлеріне ғимараттан кетуге бұйрық берген. Ел іші астан кестенге түскен уақытта ұлттық қауіпсіздікке жауаптылардың жалтарғаны отанға деген сатқындық. Қазақстандағы ең үлкен уран кеніші сатылды. Мәжіліс депутаты Қазыбек Иса осылай деп дабыл қақты. Қазатом өнеркәсіп ұлттық атом компаниясының қаржылық есептері жарияланғаннан кейін Будиновские мен Степногорск тау-кен химия комбинаты шетелдік компанияға сатылып кеткені белгілі болды. Кен орнын сату жөніндегі келіссөздер мен мәміле аса құпия байлықтың басты иесі Қазақстан халқынан жасырын түрде өткен. Мәміле 2022 жылдың соңында Конституцияға өзгеріс енгізу бойынша референдум өткізілгеннен кейін жасалды. KZ эксперт сайты жазғандай, Клебановтарға кен орнын сатудан түскен $1 миллиард Швейцария банкіне түсті. Депутат сатудан түскенің ақшаның офшорға кеткенін, ал Қазақстан қазынасына салық ретінде көк тиында түспегенін мәлімдеді. Бұл Қазақстан, балам. Бұл іс туралы Арманжан Байтасовқа сұхбат берген Мұхтар Жәкішев те айтқан еді. Қазақтың ең үлкен уран кеніші сатылудан Клебановтарға $1 миллиард 200 миллион төленді. Ал Қазақстанға ешқандай пайда түскен жоқ, дейді ол. Қызығы мынау, Будиновское кен орындарында уран қоры 114 тоннадан 2000 тоннаны құрайды. Оның ақшалай баламасы шамамен $12 миллиард жетіп артылады. Атшулы олигарх Клебанов бұл оқиға туралы ләм-мим деген жоқ. Бас прокуратура мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік бұл мәселені назар қалса дейміз. Біздің бар талап осы. Құрметті көрермен, аптадағы айшықты ақпаратты қырағы көзімізден қалт жібермей сіздерге жеткізу біздің басты міндет. Ағайын анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Қазақ ордасы қосулы болсын, жақсылықта жолыққанша ғай.